Так, моносахаридтер. Қараш, бұл бізде моносахаридтер, бұл сізде ең қарапайым көмірсулар. Бізде осы моносахаридтер құрамдағы көміртек атомның санына байланысты бұлар төртке бөлінеді. С3 бізде триоза. Өйткені 3 бізде орысша 3, С3. С4 сізде ол 4 оза, 4 оза емес, ол сізде тетроза. Тетроза. С5 ол сізде пентоза. С6 ол сізде гексоза. Енді қараңыз, бұлар триозаға сізге бұлар сүт қышқылы мен пирожүзім қышқылы жатады. Пирожүзім қышқылы. Кәмесе күшті жаңалық айтам бұлар. Қазір вот екі қышқыл. Сүт қышқылы, пирожүзім қышқылы. Бір қышқыл, екі қышқыл, үш орысша триоза. Тетрозаға кіреді балар сізде эритроза. Бұл сізде балар С4 фотосинтездің қараңғы фазасына қатысады. Эритроза, тетроза. Қалай жаттауға болады? Вот. Тетроза, тетя роза. Вот. Окей? Тетроза, эритроза, тетя роза деп жаттауға болады. Келесі пентоза. Ол сізде С5. 5 пентоза. Ол сізде ДНК мен РНК-ның құрамында болатындар. Бізде дезоксирибоза и бізде рибозалар. И бізде тағы қосымша бар, бізде ксилоза деген бар балар. Ксилоза. Ал гексозаға сізге тәтті заттар көбінесе глюкоза, фруктоза и сізде галактозалар. Бұл сізде бәрі моносахаридтер. Түгел суретке түсіріп алыңыз, Так, келесі тетроза бізде кіреді. Целлюлоза бұл сізде полисахаридтер. Гексоза кіреді. Крахмал сізде полисахарид. Сахароза сізде болар дисахарид, лактоза дисахарид, гликоген сізде полисахарид. Жауап бізде тап пентоз. Жауап бізде А, С, және де H өте күшті Жұлдызай дұрыс жауап берді. Так, Жанна деп дұрыс жауап берді. Дұрыс, өте күшті Амина жақсы, өте жақсы, өте молодцы балар. Енді дисахаридтер қалай жаттауға болады? Дисахаридтерге балар сізге сахароза, мальтоза и сіздерде лактоза кіреді. Лактоза. Жай ғана самал деп жаттауға. Самал. Сахароза, мальтоза, лактоза. Самал жел. Окей? Давайте олай кеттік. 1, 2, 3. Егер сізге осы сұрақты талдағанымыз ұнаса, онда описаниедағы сілтемені басып, курс туралы толық ақпаратты аласыз.